Егер сен өзіңнің өміріңе ақшаның, байлықтың, ризықтың магнитше тартылғанын қаласаң, дәл осы видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жалпы әлем белгілі бір заңдылықтардан тұрады. Яғни жақсы мен жаман, ақ пен қара деген сияқты әлемде екі заңдылық бар. Дәл осы ережеге егер де адамдар мән беретін болса, онда ол өзінің өміріне кез келген қалаған затын магнит тәрізді тарта алады. Ол заңдылықтар закон притяжения және де закон отторжения. Қазақшаға аудармаймын, өзім білемін. Яғни көптеген адамдар мына бір сұраққа жауап іздейді. Мен өзімнің ақша потогымды қалай ашсам болады деп. Бірақ ол ақша потогы не себепті жабылып қалды? Осы сұраққа жауап іздемейді. Хотя на самом деле квантовой физиканың заңына сүйенетін болсақ, адамдар ол энергетическое поле. Яғни біз энергияны береміз әлемге, және әлем сол нәрсені өзімізге қайтарып береді. Закон притяжения солай жұмыс жасайды. Яғни мен әлемге қандай қарым-қатынаста боламын, қандай эмоция беремін, қандай энергия беремін, дәл сол нәрсені маған әлем қайтарып береді. Маған мен сияқты адамдар тартылады. Маған мен сияқты қарым-қатынас жасайтын адамдар тартылады. Егер де мен жақсы отношенияда болсам, егер мен адамдарға көбірек жақсылық жасасам, егер мен позитив беретін болсам, бақыт, күлкі сыйлайтын болсам, онда дәл сол нәрсені өзімнің өміріме тартып аламын. Ал закон отторжения дегеніміз не? Яғни тартылыс заңы бойынша бізге біз сияқты энергиядағы, сол волнадағы адамдар тартылады. Сол энергиядағы жайттар, мүмкіндіктер тартылады. Ал егер де мен негативный, яғни төменгі вибрацияда болатын болсам, үнемі депрессияда, үнемі негатив, агрессия, қорқыныш білетін болсам, дәл сол нәрсені өзімнің өміріме тартып аламын. Ал закон отторжения дегеніміз, ол менің отражениемде жоқ нәрселерді алшақтату. Ал ол отражение деген не? Әлем негізі біздің айнамыз. Мен қандай болсам, дәл сол нәрсені әлемнен байқаймын. Егер де менің бойымда белгілі бір қасиеттер жоқ болса, ол нәрсені мен бұлай қаншалықты ұстап тырыссам да, ол нәрсе менен қашады, то есть отторгается. Егер мен зона комфортадан шығуға қорқатын адам болсам, бірақ әлемге тәуекел ет, жақсылық жаса, қорықпа, рисковать ет деген сияқты дәріптейтін болсам, деген сияқты вид білдіретін болсам, онда ол нәрсе менен қашады. Демек, мен егерде манифестацияның заңдарына сүйеніп бір визуализация жасап, өзімнің қалаған армандарымды көзіме елестетіп отыратын болсам, онда ішімдегі убежденияларым менің басқаша. То есть мен тәуекел ет деп айтамын, бірақ ішімде өзімнің зона комфортынан шығуға қорқатын адам болсам, дәл осы манифестация заңдары менен отторгация етеді. Яғни менің бүкіл жасаған әрекеттерім ол босқа деген сөз. Сол үшін де егер де мен өзімнің өміріме позитивный жағдайларды, ризықты, бақытты тартқым келсе, онда мен сол халде өмір сүруім керек. Ертең бақытты боламын, үй алғанда, машина алғанда бақытты боламын емес, дәл қазіргі сәтте сол сезімді сезінуім керек. Сол чувство благодарности, шүкіршілік халінде өмір сүруім керек. Яғни тек қана ауызбен ғана емес, жүрекпен де шүкіршілік состояниясын сезінуім керек. Сол кезде мен әлемге жоғарғы вибрацияны беретін боламын. Сол үшін де егер де сіз бір финансовый потолокқа тіреліп қалсаңыз, немесе бір ақша потоктарыңыз жабылып қалса, жолыңыз болмай жүрсе, бастаған істеріңіз бір нәтижесіз болып жатса, онда просто өзіңіздің сыртыңыздан наблюдатель ретінде қарап көріңіз. Мен әлемге қандай эмоция беріп жатырмын? Мен адамдарға қандай қарым-қатынас жасап жатырмын? Мен күнде таңертең тұрған кезде қандай көңіл күймен тұрамын? Мен адамдармен қабақ шытып сөйлесем ба, әлде мен оларға рахмет айтып, пайдалы болуға тырысамын ба? Менің күнделікті көңіл күйім, отбасыма деген қарым-қатынасым қандай? Өзіме деген қарым-қатынасым қандай? Деп просто так өзіңізге сыртыңыздан қарап көріңіз, как наблюдатель. Сол кезде байқайсыз, сіз қандай эмоцияны беріп жатырсыз. Сол кезде сіз өзіңіздің өміріңізге ақша потогын қалай ашамын емес, менің ақша потогым жабылып қалмас үшін мен қандай болуым керек деген ережені ұстанатын боласыз. То есть сіз өзіңіздің ескі убежденияларыңыздан құтылып, жаңа убежденияларды енгізетін болсаңыз, сіздің өміріңіз жаңаратын болады. Себебі ескі убежденияларымызбен қаншалықты жаңа әрекет жасап жатсақ та, қаншалықты шүкір етіп жатсақ та, қаншалықты визуализация жасап жатсақ та, біз өзімізге жаңа өмірді тарта алмаймыз. Сондықтан да біз ең бірінші подсознаниядағы убежденияларды жаңартамыз. Папкалардың барлығын обновление жасаймыз. Содан кейін барып қана әрекетімізді эмоция мен сезім жасаған кезде оңай, кез келген байлықты да, үйді де, машинаны да оңай тартатын боласыз. Сол үшін просто әлемге шынайы болыңыз. Қалай барсыз солай. Ешкім ешкімге ұқсамайды.
негізінде. Даже мысалы белгілі бір видеоны сіз дәл сол сияқты қайталайтын болсаңыз да, ол сол бірінші оригинал версиясы сияқты болмайды. Себебі адамдар әртүрлі. Біздің бөлетін әлемге энергиямыз әртүрлі. Демек, сіз өзіңізше ерекшесіз. Ол адам өзінше ерекше. Әркімнің өзінің бір фишкасы, изюминкасы болады. Просто сол нәрсені түсініңізде, өзіңізге шынайы болуға рұқсат беріңіз. Представьте, что өмірде бірнеше сценарийлер бар. Мысалы, дәл қазіргі сіздің өміріңіз, ол окончательно бір сізге қадалып қалған сценарий емес. Егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, әлемде как гүлдің бірнеше жапырақтары бар ғой, сол сияқты әр жапырақты таңдауға сіздің мүмкіндігіңіз бар. Егер де сізге дәл қазіргі өміріңіздің сценарийі ұнамайтын болса, просто ойыңызды өзгертіңіз на подсознательном уровне. Убежденияларды өзгерту арқылы сіздің ойыңыз, әрекеттеріңіз және нәтижеңіз өзгереді. Демек, не болады? Сіздің реальностіңіз өзгеретін болады. Сол себепті де просто есіңізде сақтаңыз, өзіңіздің өміріңізді өзгерту өз қолыңызда. Просто дұрыс таңдау жасаңыз.